үй жағдайында қол жетімді заттардан осындай дәмді, сочный шаймен ішкен кезде өте керемет печеньяның рецептін сіздермен бөлісемін. Осы печеньяны жасау үшін үйдегі кез келген тосапты пайдалансаңыздар болады. Менде бұл малиновый тосап үйде қалып кетті, сонымен жасаймын. Ал кеттік, ол үшін құрғақ ыдысымызға үйде қалып кеткен сармайларды саламыз, иә? Мен қолдың майында салдым, жұмсақ дүкеннің майында салдым. Үстінен 3 жұмыртқаны шағамыз. Шағып, шекер саламыз, яғни сахар, иә? Салып, барлығын көз мөлшерімен салдым. Егер сіздер рецептпен жасасаңыздар, төменге описанияны қалдырып кетем. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осылайша араластырып болғаннан кейін үстінен ұн саламыз, және де қопсытқыш міндетті түрде саламыз. Қопсытқыш дегеніміз разрыхлитель, иә? Осыны салып, жақсылап араластырып, қолға жабыспайтын жұмсақ әдемі қамыр жасайтын боламыз. Қамырымызды алып, міндетті түрде жақсылап қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болу керек. Қамырымыз дайын болғаннан кейін осылайша бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қыздар, мен бұл қамырды 4 бөлікке бөлдім, себебі екеуінен пирог жасаймын, ал екеуінен печенье жасаймын. Қамырымызды алып, дөңгелектеп осылайша формаға келтіріп аламыз. Ортасы міндетті түрде кішігірім дөңгелектеп аласыздар. Қалауларыңызша осындай кез келген тосапты саласыздар. Менде бұл малиновый тосап үйде қалған. Қаласаңыздар шамалы көптеу салуға болады, қаласаңыздар аздау салуға болады. Барлық қамырымызды осылайша формаға келтіріп, тосапты салып, 165 градуста 30 минутқа духовкаға жібереміз. Ал екінші қамырды дөңгелек етіп жаямыз, листімізді майлаймыз да, дөңгелек қамырды осылайша листке жаятын боламыз. Жайып болғаннан кейін арасына үйдегі кез келген тосапты саламыз міндетті түрде. Қаласаңыздар көп етіп салуға болады, қаласаңыз кішігірім қылып салуға болады. Өзіңіздің қалауыңызша кез келген тосапты жағасыздар. Жағып болғаннан кейін екінші қамырымызды да дәл осылай дөңгелектеп жайып алып, үстіне қойып, шетін кішкене өріп шығатын боламыз. Өте дәмді, керемет шаймен ішкен кезде дәмді болатын осындай торт және печеньяның рецептін сақтап алыңыздар, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап, балдарыңызды қуантып қойыңыздар. Егер де сіз дәл осы пирогты дүкеннен сатып алатын болсаңыз, бұл сізге өте қымбатқа түседі. Үй жағдайында жасауға кеңес беремін. Пирогтың бетіне өздеріңіздің қалауларынша жұмыртқа жағып, күнжіт, мак сеуіп, одан да ары қарай сәндесеңіздер болады. Ас болсын, сіздермен болғанда Нагүл маған тіркеліп, қолдап қойыңыздар.